Бүгінгі күніміз таңғы 6-тан басталып жатыр жұмысымыз. Науқас ісігі өте үлкен, ауыр ота болайын деп тұр. Науқас бұдан 2 жыл бұрын біздің орталыққа шағымданып келген. Басында өте үлкен ісік болғандықтан, оның операцияның қаншалықты күрделілігі, және тұрған жерінің күрделілігі, тереңдігі, операциядан кейін болатын, және де мүмкін болатын асқынулар туралы егжей-тегжейлі түсіндіру барысында науқас өз еркінен операциядан бас тартқан еді. Енді ол қорқыныш сезімі адам инстинкті, ол пәленбай миллиондаған жылдан бері қалыптасқан нәрсе. Ол өте орынды нәрсе деп ойлаймын. Бірақ уақыт өткен сайын ісіктің өсу салдарынан мидың көршілес жатқан ми құрылым түзілістерінің бұзылуына, қатты қысылуына байланысты, және де осыншама жылы уақытысында жағдай нашарлауына байланысты бүгінгі операциямыз қиындығы жағынан өте күрделі болайын деп отыр, және объем операциясы да өте үлкен болып есептелініп отыр. Енді операциямыз сәтті аяқталды, Құдайға шүкір. 6 сағатқа созылған ауыр операциямыздың арқасында науқасымызды енді қазір реанимациялық бөлімшеге түсіреміз. Сол үшін айтарым, науқастар консультация кезінде білікті дәрігерлердің ұсыныстарын бүлдіртпей орындауы ем нәтижесіне қолайлы әсер етеді.